Армысыздар қазақ халқы. Менің есімім Төлеуайша. Мен Ұлытау облысы білім басқармасының Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының 10-шы сынып оқушысымын. Менің отаныма, менің бастамам байқауы аясында менің ашық университеттерім номинациясы бойынша өз жобамды сіздерге ұсынамын. Қазіргі таңда біз бір мәселені елемей жүрміз. Балаларда пікір бар, ой бар, бірақ оны айтатын орта жоқ. Ал менің жолымның басты мақсаты жасөспірімдерге өз ойын еркін жеткізе алатын, қоғамдық істерге бейжай қарамайтын азаматтық орта қалыптастыру. Сонымен қатар мектептегі өзін-өзі басқару ұйымының қоғамдық істерге белсене қатысқанының процесін көрсету. Осы мақсатта мен дебат фракциясының жетекшісі ретінде бірнеше бастамаларды жүзеге асырдым. Біріншіден, мен мектепте дебат клубын аштым. Бұл тек сөз жарысы емес, бұл ойлау мектебі. Оқушылар өз пікірін дәлелдеуді, қарсы пікір тыңдауды және ең бастысы жауапкершілік алуды үйренді. Екіншіден, біз өңірлік деңгейде дебат турнирлерін ұйымдастырдық. Бұл жобалар арқылы әртүрлі мектептің оқушылары бір алаңда пікір алмасып, ортақ мәселелерді талқылауға мүмкіндік алды. Яғни біз тек сөйлесуді емес, тыңдай білуді үйреттік. Үшіншіден, біз құқықтық сауаттылықты арттыру мақсатында полиция департаментімен бірлесіп подкаст пен дебат өткіздік. Бұл жоба жастарға заңды тек ереже емес, өз құқығы мен қауіпсіздігінің құралы ретінде түсінуге көмектесті. Және де мектеп ата-ана байланысын нығайту үшін мен спорттық спартакиада ұйымдастырдым. Бұл жерде ата-аналар мен оқушылар қарсылас емес, бір команда болды. Нәтижесінде сенім артты, түсіністік қалыптасты. Бұл жобаның нәтижесінде балалар белсендірек бола бастады. Өздерінің пікірін айту мәдениеті қалыптасты. Және де ең бастысы, олар өзінің қоғамның ажырамас бөлшегі екенін сезінді. Мен үшін ашық университет тек қана ғимарат емес, ол мүмкіндіктер. Ал менің жобам дәл осы мүмкіндікті әр оқушыға беру. Назарларыңызға рахмет.